Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ғажайып бақ ертегісін тыңдаймыз балалар. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңдар балалар. Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы, ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы. Ал Қасеннің үмітті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келіп ем. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын қылып, қайыр сұрап, тентіреп кетемін дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Қасен досын құшақтап тұрып, екеуміз жан деген жолдас едік қой, мал жанымыз бір емес пе еді? Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап Қасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай, жыл артынан жыл, жылдар өтеді. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап болды екен деп, сол жерді тереңірек қазып жіберсе, іші толы алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. «Сүйінші, Асан!» деп айғайлайды. Ол жүгіріп келе жатып, «Сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен іші алтынға толы қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың». Асан оны қуана қарсы алып, «Сенің адалдығыңды білгем ғой, Қасен, бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой», деп жауап береді. Оған Қасен болмай, «Мен де сенің пейілі кең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан. Бірақ сен маған жеріңді бергенімен, жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой», дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. «Ардақты досым, жердің асты, үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін төгіп, еңбек еткен адамдікі», дейді. Алтынды алғысы келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. «Таласты қояйықшы, Қасен. Сенің күйеу болатын ұлың, менің қалыңдық болатын қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой. Сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым болмаса біздің балаларымыз кірпітарлық көрмесін», дейді. Аталары осы байламен айтқанда, балаларының қуаныштан жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні той қылып, екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Қасеннің үйіне шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас жұбайлар алтын салынған қазынаны алып, аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Қасен, «Не болып қалды балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен», деп сұрайды.
Аталары безген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі көңілден артық дүниеде қазына бар ма, дейді екі жас. Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. Енді алтынды кім алуы керек деген талас қайта басталады. Таласып ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрде төселген жыртық киіздің үстінде, оң жағы мен сол жағында екі-екіден 4 шәкірті отыр екен. Жүгінуге келген екенсіңдер, алыстан арнап келген түрлерің бар, шаруаларыңды айтыңдар, деді қария келгендерге. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шараларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып қария ұзақ уақыт үнсіз отырады да өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып: «Менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер едің?» деп сұрайды. «Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беріңдер дер едім» деп жауап қайтарады үлкен шәкірті. «Ал менің орнымда сен болсаң, қалай шешер едің?» деген сауалға екінші шәкірті: «Дауласқандар, безген мүлік биліктікі ғой, мен оны өзім алар едім» дейді. Қария бұрынғыдан бетер ренжіп, жүзін суытса да сыр білдірмей үшінші шәкіртінен сұрайды: «Ал енді сен айтшы, сен қалай шешер ең?» Үшінші шәкірті: «Бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы меншіктегісі келмейді. Солай болған соң-ақ мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім» дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды: «Ал сен не дейсің, қарағым?» «Артық сөзім болса, айып етпеңіз, ұстазым», дейді кіші шәкірт. «Мен болсам осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы саябақ өсірер едім. Арып ашқан кем кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рақатын көрер еді». Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой, дейді. «Сенің билігің әділ, балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар, содан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып қайтып кел де өзің айтқан бағыңды өсір. Саған да, мына алтынға қызықпаған кеңпейіл жандарға да, кемтік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтар». Жас жігіт алтынды дорбасына салып алып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып ашып, күндердің күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақпасына кірісімен-ақ базарға барып мия ағашының тұқымын іздейді. Қызылды жасылды мата мен әр түрлі әшекейлі заттардан көз алмай базарды аралап жүргенде арт жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы даусын естиді. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзыннан ұзақ тізілген керуен келе жатыр екен.
Түйенің құмына, жүктің орнына, ой мен қырда, су мен шөлде болатын құс атаулыны теңдеп алған, оларды аяғынан матастырып байлапты. Құстардың қанаттары қайрылып сынып, жел ұшырған мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бейшара құстар тыпырлап, адамның сай-сүйегін сырқырата шырқырайды. Осыны көргенде жас жігіттің жаны удай ашып, шыдамы жетпейді. Сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып өтіп, жігіт керуен басыға келіп әдеппен тағзым етіп, «О тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда апара жатырсыз?» деп сұрайды. Керуенбасы: «Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар ханның соғымы. Сол құстар үшін бізге 500 ділда береді» деп жауап қайтарады. «Мен 1000 ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересіз бе?» деп сұрайды жігіт. Керуенбасы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең етпей жүре береді. Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып керуенбасына алтынын көрсетеді. Керуенбасы өз көзіне өзі сенбей қайран қалады. Бірақ саудагер сараң болмай ма? Алтынды көргесін сұғанақтығы жеңіп, құстарды босатып жіберіңдер деп әмір етеді. Бұғаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. Олар жапырай ұшқанда күннің көзін бүркеп, қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін қаудырап босап қалған дорбасын алып үйіне қайтады. Қуанышы қойнына симай, аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына жақындаған сайын көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп, қайғыра береді. Басқа біреудің қазынасын өзімнің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін бақ игем деген өзім емес пе ем? Ұстазыма мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақкөңіл адамдарға не деймін деп ойлайды. Жігіт осылай өзіне өзі ыза болып келе жатады. Бара-бара қайғысы үдеп, әбден арып құлап кетеді де өзіне өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры қайғы қасіреттен қажып ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлде қайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп көкірегіне қонып, тамылжыған әсем үнді әуенмен: «Уа, кеңпейіл жас жігіт, сен көп қайғырма. Еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ, бірақ сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайырар. Ұйқыңнан оян, жан-жағыңа қарашы, көзіңнің жасы тыйылмас па екен» дейді. Осыны айтып, бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жігіт көзін ашып, жан-жағына қарап, таң тамаша қалады. Кең далада қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяғымен шұңқыр қазып, аузындағы дәндерді сол шұңқырға салып, қанаттарымен топырақты сыпырып көміп жатады. Жігіт қозғалып кеткенде құстардың бәрі пыр етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әр бір шұңқырдан жас шыбықтар көптеп
шығып жатыр. Өрмелеп өсіп, бұтақтары күлтелеген, жапырағы жайқалған үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша болмайды, ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп шыға келіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан кейін гүлдер ұшып түседі де, оның орнына қып-қызыл нардай алмалар өсіп шыға келеді. Иран бағы мұның ширегінде келмеуші еді. Маржандай тізілген, жеміске толы зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қаз-қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, көкорай шалғын, бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясындағы жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен жапырақ төгілген, жолдың екі ернеуінде асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтың суы сылдырап қағады. Ал жоғарыда ағаш басында пырылдап ұшып-қонып, тамылжып, ән салып, жігіттің манағы түсінде көрген бұлбұлдары ұшып жүреді. Жігіт қайран қалып, өңім бе түсім бе деп сенбей жан-жағына қарай береді. Өңі ме түсінің қайсы екенін айыру үшін қатты айқайлап жібергенде өз даусының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып болмай сол орнында тұр. Өңі екенін көзі жеткеннен кейін жігіт өкпесін қолына алып қарияның үйіне қарай жүгіреді. Келісімен болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы және оның 3 шәкірті Асан мен Қасен олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп оларды ертіп келеді. Көп кешікпей-ақ құлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Ең алдымен өздерінің жорға жүйріктеріне мініп баққа ақсүйектері келеді. Бірақ олар бақтың шетіне жетісімен-ақ алдынан 7 құлап салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. Қақпадан өте алмайтынына көзі жеткен ақсүйектер ат үстінен дуалдың арғы жағына қолын созып алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ олар алмаға қолы тиісімен-ақ естерінен айырылып жерге құлап түсіп жатады. Мұны көрген соң басқа мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, ауылдарына қарай қашады. Олардың артынан ала баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кедейлер жақындасымен-ақ қақпаның құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел, еркек, кәрі, жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішіндегі жолмен қыдырып, жапырақты таптап жүрсе де жапырақтар солмайды. Олар арықтан қаншама ішсе де арық лайланбайды, таусылмайды. Олар ағаштан қаншама жеміс алып жесе де жеміс азаймайды. Күні бойы бақ ішінде домбыра сазы шырқата салған ән, той-думан саябырламайды. Ымырт үйіріліп, қараңғы түскен кезде алмалар жарқырап, нұр шашып, құстар тамылжытып ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы жақыбайлар хош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рақатқа кенеліп, тәтті ұйқыға енеді.